Отбасыңызды немесе қонақтарыңызды ерекше етті тойымды пирогпен таңғалдырғыңыз келсе, мен сізге рецепті ұсынамын. Ол үшін бізге оның үстіне тұзды, разрыхлительді және маргаринімізді салып жақсылап үгітіп аламыз. Үгітіп болғаннан кейін үстіне бір дана жұмыртқамызды және қаймағымызды салып қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз илеп болғаннан кейін 5 минутқа тұндырып қоямыз. Осы кезде кейіннен алып, үстіне азғантай ұн жауып формамыздың көлеміне қарай қамырымызды жайып аламыз. Менде 20-да 30. Енді салмасын дайындаймыз. Ұсақтап тұрған тауық етінің үстіне ұсақтап тұрған пиязымызды және ірімшігіміздің жартысын саламыз. Құймағын дайындаймыз. Бізге 3 дана жұмыртқаның үстіне 1 ас қасық ұн, дәміне қарай тұзды, қара бұрышты және де қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Құймағымызды салмамыздың үстіне дәл осылай құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамызды пирогтың үстіне барлығын бір кетіп жайып шығамыз. Кейін бұл үстіне брокколи саламыз. Брокколиді пісіру үшін сізге қайнап тұрған суда брокколимізді салып 5 минуттай қайнатып аласыздар. Және сүзіп алып, дәл осылай бетіне қойып шығасыздар. Қалған ірімшігімізді осылай бетіне сеуіп шығамыз. Және ұсақтап тұрған қызанағымызды дәл осылай бетіне қойып шығамыз. Шеттерін түйеміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутта 50 минутта пісіріп аласыздар. Міндетті түрде шетіне жұмыртқаның сарыуын жағызыңыздар. Міне осымен дайын. Видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.